Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Абай облысы білім басқармасының Аягөз ауданы білім бөлімінің мектеп жанындағы интернеті бар жалпы орта білім беретін номер 6 мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 9 сынып оқушысы Амангелина Нұрсезім Нұрланқызы. Мен болашақ мамандығы тақырыбы аясында техномаркетолог мамандығын таңдадым. Техномаркетолог интернет арқылы өнімді немесе қызметті жарнамалайтын маман болып табылады. Осы тақырып аясында жоспар техномаркетолог дегеніміз кім? Техномаркетолог интернет арқылы өнімді немесе қызметті жарнамалайтын маман болып табылады. Ол әлеуметтік желілер, сайттар және онлайн жарнама құралдары арқылы клиентті тартады, бизнесті дамытып, табысты көбейтеді. Мамандықтың қажеттілігі. Бүгінгі таңда адамдардың көпшілігі интернетті пайдаланады. Сауда, білім, қызмет көрсету барлығы онлайн форматқа көшуде. Техномаркетологтың ең басты қажеттілігі кез келген бизнесте басты рөл атқарады. Және де бәсекелестік күшейеді, клиентті интернет арқылы табу өте тиімді. Неге бұл мамандықты таңдау керек? Себебі сұраныс жылдан жылға өсіп барады, қашықтан жұмыс жасауға болады, жалақысы жоғары, шығармашылық пен аналитика қатар жүреді, ең соңында өз бизнесіңді ашып, дамытып кетуге болады. Негізгі міндеттері әлеуметтік желі парақшасын жүргізеді, посттар мен видеолар дайындап, контент жасайды, ең соңында нәтижені талдап, статистика қарайды. Қызықты деректер. Әлемде адамдар күніне 6-7 сағат интернетте отырады. Онлайн жарнама дәстүрлі жарнамаға қарағанда тиімдірек. Көптеген блогерлер мен брендтер осы техномаркетолог мамандығы арқасында өздерінің брендтерін дамытып, өсіп келе жатыр. Артықшылықтар мен қиындықтары. Техномаркетолог мамандығының ең басты артықшылығы ой еркіндік, одан кейін жоғары табыс және де креативті жұмыс. Ал қиындықтары бәсекелестік, жоғары, үнемі жаңарып білімді жетілдіріп отыру қажет және де тұрақты жауапкершілік. Интернеттің дамуы. 2000 жылдардағы адамдар интернеттегі ақпарат алу үшін ғана алады. Ал қазіргі адамдар интернетті киім сатып алу үшін, тамаққа тапсырыс беру үшін, билет сатып алу үшін және де онлайн курс оқу үшін пайдаланады. Яғни бизнестен клиенттің интернеттен де іздей бастайды. Әлеуметтік желілердің кең таралуы. Қазіргі таңда адамдар әлеуметтік желіде көп отырады. Бұл дегеніміз Instagram, TikTok және де YouTube сияқты әлеуметтік желілер. Қазақстанда да халықтың басым бөлігі әлеуметтік желіде отырады. Мысалға айта кететін болсам, шағын кондитерлік дүкен Instagram парақшасын ашады, оған посттар мен видеолар салады, әдемі торттарын салады және де таргет жарнама ашады. Бұл дегеніміз бір айдың ішінде тапсырыс саны 2-3 есе өсіп кетеді. Бұл дегеніміз әлеуметтік желі тегін аудитория отырған үлкен нарық. Қорытындылай келе техномаркетолог болашағы бар, дамып келе жатқан перспективалы мамандық болып саналады. Интернет дәуірінде бұл маман бизнес үшін өте маңызды болып келеді. Шығармашылық, заманауи және де технология, аналитика ұштасқан бұл сала жасөспірімдер үшін, яғни біз үшін өте маңызды, зор деп ойлаймын. Қазіргі таңда интернетті білген адам келесі күні де табысты болады деген ойдамыз. Назарларыңызға рахмет.